Тазалау техникасы екінші қадам. Шаңырағыңызды кір-қоқыс, қиқым-сиқымнан тазалап болған соң, ошағыңызды түгелдей адыраспанмен немесе сіріңке жағып, отанамен аластап, соның арасында фәлах пен нас сүрелерін оқып, үйдің энергетикасын тазалап алсаңыз тіптен игі. Үйіңіздің табалдырығынан кірген бойдағы сағат тілінің жүру тәртібімен әр бөлмеге кіріп, айналдыра аластап шығыңыз. Сосын аластаудан артылған адыраспанды аулағырақ ағаштың түбіне көміп тастағаныңыз абзал. Көне тарихына көз салсақ, біздің ежелгі ата-бабаларымыз баспаналарын отанамен тазалап, бәле-жаладан аластаған. Қазір мұны кейбіреулер мұсылманшылыққа мүлдем жат қылық, ширк деп түсінеді. Десе де, Алла жүрегімізде болса, оған сеніп, әрі қорықсақ, сақтық шараларының қай-қайсысында қолданып, ауру сырқаудың, бәле-жаланың алдын алатын амалдарды қолдану арқылы өміріміздегі жамандықтардан арылтуға көмектесетін техника деп қабылдасақ, еш айыбы жоқ. Әлгі аластау барысында үйіңіздің аурасын тазартып, қиыншылықтардың жолын кесіп жатқандығыңызды ой түйсігіңізбен сезініп, көз алдыңызға елестете алсаңыз, аса әсерлі болмақ. Шаңырағыңызды шырғалаңдардан аластатып жатып, дұғаңызды оқып, тілегіңізді айтыңыз. Үйдің ішіндегі тазалықты қолға алып, осылайша адыраспандап, энергетикасын, атмосферасын, жүректегі сенім, пайымға үмітпен аластаңыз. Мейлінше ықпалы күшейіп, барынша тазара түседі. Сөйтіп, отбасы ошақ қасымыздың күл-қоқысындай лас энергетикасын аластау арқылы тазалап аламыз. Аластау арқылы тазарған үйіміз қиындық жамандықтың тіл көзден, қызғаныштықтан қорғап, назарларды жойып, отбасын ұрыс-керістен, бейдауа берекетсіздіктен сақтайды. Әрбір жаратылысты Алла адал әрі таза күнінде жаратқан. Алла тағаланың тазалығында мін жоқ. Пенденің ішкі әрі сыртқы тазалығына ұқыпты болуы үшін дәрет намаз кілті, намаз жәннаттың кілті дейді. Адамның жан дүниесінің тазалығы тәубе, сыртқы тазалығы дәрет пен ғұсыл. Тазалықтың Алланың сүйіспеншілігіне лайық іс екендігі қасіретті Құранда сөзсіз. Алла тәубе еткендермен тазаланғандарды сүйеді. Бақара 222 аят деп айқын көрсетілген. Ескі сөз жаңа сөздің қазығы демекші. Туған ұлтымыздың тазалыққа көз қарасы көнеден көрнекті. Жасыңда салақ болсаң, бара-бара былық боларсың. Шірік шіртеді, бұзық бүлдіреді. Тазалығы қатынның тарағынан белгілі. Батырлығы батырдың жарағынан белгілі деп. Адамның сыртқы тазалығы дене мүшеміздің өтірік, ғайбат, өсектен сақтап, харам нәрсе жеу, аманатқа қиянат, зина, тағы да сондай сияқты күнәлардан аулақ болуын, отбасы ошақ қасының, ауланың, дүние мүлкіміздің тазалығын уағыздайды.